Жалпы бұл подкастты артықшылығы басқалардан. То есть бухгалтердің бүкіл түрін мен көріп шыққан ғой. Бірақ мобилографияға чисто случайно келдім. Там алғашқы зарплатам 40 000 теңге болған. Зарплатам 200 000 теңге. Мобилография там не факт вообще негізінде ше. Қазір өсіп кетті, бірақ кішкене кезде ойладым. Мобилографияның қазіргі уақытта қандай құндылығы бар, онымен қалай ақша табуға болады. Чисто просто телефонға видео түсіріп, ол кезде менде iPhone 6 болатын. $400, $500 теңгемен 180-200 000 теңге. Пассивный, ол ай сайын. Ай сайын. Топовый каналда жүргізесіз ғой, мысалы сол жерде. Мобилография және YouTube'да меңгерген дұрыс. Сәлем достар, бүгін біз мобилография туралы алғашқы подкастымызды бастайтын боламыз. Бүгін бізбен бірге қонақта Асхат мырза, Асеке. Бәріңізге сәлем достар, қалайсыздар? Жалпы бұл подкастты артықшылығы басқалардан. Қандай осы? Жалпы көптеген подкасттар көп біздің елімізде, мысалы қазақ тілінде, YouTube'да, Instagram'да болсын. Осы подкасттың қандай артықшылығы және айырмашылығы бар? Сол туралы айта кетсеңіз. Сәлем достар, егер де мен танымайтын болсаңыздар, есім Асхат Шынәлі болады. Қазір Қазақстандағы мобилогтарды оқытатын мектептің негізін қалаушымын, Mobile School деп аталады. Негізінде бүгінгі біздің осы подкастты түсіру мақсатымыз, бұны подкаст деуге болады, бұны сұхбат деуге болады, немесе там білмеймін бір репортаж жасаңыздар деп болады. Бірақ өзіміз подкаст деп ат қойып қойдық. Бұл біздің YouTube-қа салатын алғашқы подкастымыз болып табылады. И бұның басқа да YouTube-тан көрген подкаст айырмашылығы бұл жерде бізде анандай бір қатты бір формальный емес, на расслабоне өзіміз сияқты сол қазақша арасында орысша сөздер қосып айтатын боламыз. Және бұның ерекшелігі біз сіздерге бүгін осы жерде мобилографияның қазіргі уақытта қандай құндылығы бар, онымен қалай ақша табуға болады, онымен вообще ақша табуға бола ма, болмай ма, және вообще телефонмен видео түсіруге қандай телефон жарайды, қандай телефон жарамайды, қандаймен біз монтаж жасаймыз, айына қанша теңге табуға болады осы саламен, немесе бұнымен кімдер айналысады, соның барлығын біз сіздерге бүгін сіздердің өздеріңіздің сол көкелеріңіз жүрген сұрақтардың барлықтарына біз осы бүгін бір білмеймін жарты сағат болуы мүмкін, может 40 минут болуы мүмкін. Біз чисто дайындалдық та осылайынан қысқаша на расслабоне идея келді, түсіріп жатырмыз. Сіздерге бір пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Сол себептен мүмкін 1 сағат болады, мүмкін 40 минут болады, білмейміз. Сұрақтарыңыз бар болатын болса, осында кейін көріп болғаннан кейін төменгі комментария жазатын болсаңыздар, біз сіздерге уже келесі видеоларымызда сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сондай бір ерекше сұхбат болып тұр бүгін бізде. Рахмет. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, содан кейін мобилография жайлы айтасыз. Сосын айтатын боласыз. Басқа адамдар, мысалы, мүмкіндігі аз адамдар жалпы айтады ғой, мысалы, қарапайым жұмысшы или мектеп бітіруші, сол адамдарға шағын көрсететін боламыз дедік қой. Енді сіз қалай келдіңіз, соны түсіндірсеңіз, және көрермендерге соны өзіңіз көрсетсеңіз қалай екен? Вообще видео саласымен немесе мобилография саласымен өзімді болашақта видеограф боламын немесе мобилограф боламын деп вообще ойламағам негізінде. Бұл случайно болған зат. Мамандығым универдегі политехта оқыған мамандығым бухучет аудит, яғни бухгалтер. 4 жыл бухгалтер саласында оқыдым. Сөйтіп 2009 жылы практикант болып бір компанияға кіремін, строительный компанияға. Содан бастап, сол 2019 жылға дейін 10 жыл бухгалтер болып, арасында главный бухгалтер болдым, старший бухгалтер болдым, помощник главного бухгалтера болдым. То есть бухгалтердің бүкіл түрін мен көріп шыққам ғой. Алғашқы зарплатам 40 000 теңге болған. Сол 40 000 теңге зарплатамен ютубыны пенсионға ұстап қалды, оның 36 000 теңге ма түседі қалдырған. Сонымен почти бір 8-9 айда жұмыс істедім. Одан кейін 70 000 болды, кейін 75 000 болды. Одан кейін 120 000, 150 000, 180 000, 200, 250. Примерно 8-ші жыл бухгалтер болып жүрген кезде зарплатам 400 000 теңге болды. Ол кезде мен главный бухгалтер қылып Қызылорда қаласына жібердім. Главный болғансыз ба сонда? 2,5 жылдай главный бухгалтер жұмыс істедім. Ал оған дейін после старший болдым, ведущий болдым, обычный бухгалтер болдым. Сондай. Главбух болып. Қай жыл болдыңыз главный бухгалтер? 2016-тан бастап 2019-ға дейін. 2016-ның примерно аяқ жағынан бастадым и 2019 таза 2 жыл болыпты, иә. Короче, грубо говоря, не ғой, ровно 2 жыл ғой примерно главный бухгалтер жұмыс істеген. Енді ол жерде ответственность өте көп, үлкен ақшалар туда-сюда, бірақ зарплатам 400 000 теңге. Сонда мен ойладым да, 400 000 теңге зарплата алу үшін мен почти 4 жыл универде оқыдым, потом еще 8 жыл жұмыс істедім. Сонда 12 жыл уақытым кеткен 400 000 теңге зарплата алу үшін. Ал осы мобилографияға келгеннен кейін мен уже бірінші айдан бастап примерно 1,5 миллион теңге табысқа шықтым. Енді қазір бұл жерде оның бәрін айтып отыратын болсам, ол реально 1,5 сағат уақыт кетеді. Мен өзім инстаграмдарында тоже пост жазғанмын, стористан көрсеңіздер болады, актуально сақтап қойғанмын, сол жақтан толық
сторителлингімді сонда көрсеңдер болады. Бірақ мобилографияға чисто случайно келдім. Егерде білетін болсаңыздар, Қуаныш Шонбай, Мейірбек Бердібайұлы, Шонбай онлайн, Шонбай бизнес скул деген мектепті білесіздер. Сол жерде мен видеографтардың жетекшісі болып кәдімгідей жұмыс істегенмін. Видео саласында вообще дым образованием жоқ, бірақ сол жерде өзімнің қол астымда 5 видеограф болды. Олар барлығы камераға түсіреді, сабақ түсіреді. Соларды басқардым. Зарплатам 200 теңге, сол жаққа жұмысқа кірдім, бухгалтерияны тастап. Содан кейін сол Шонбай онлайн отасымен жүрген кезде бізде сол Мейірбек мырза спикерлер клубын құрамыз деді. Ол жерде Шонбай онлайн приложениеге сабаққа курс шығады. Сол кезде мен бухгалтерия бойынша курс шығарамын деп по идее Шонбай онлайн кіргем. Сөйтіп жүріп біз жаңағындай енді бір шай ішеміз, отырамыз, сол ағалармен бірге отырып істейміз демалатын уақытта. Сол бір футболдан кейін кешкісін барып Мәдинеге барамыз. Сонда ресторан болатын, Абай Байтұрсыновада. Сол жерде чисто просто телефонға видео түсірем. Ол кезде менде iPhone 6 болатын. Соны iPhone 6-ға видео түсірем. Содан бір күн бұрын менде видеолип деген приложение шыққан. Сол кезде ол 2019 жылдың сол примерно август пен сентябрьдің примерно ортасы сол уақыттарда. Сол видеолип приложениесі маған случайно шығады, таргетпен, Инстаграмнан. Соны көшіріп аламын да, соны күні бойы шұғылаймын, ішін зерттеймін, ютубтан іздеймін, видеолип туралы қалай видео жасауға болады, қалай кесуге болады, қалай музыканы қоюға болады, вообще ешқандай ақпарат жоқ. Оказывается, сол уақытта сол видеолип приложениесі iPhone-ға алғашқы шыққан екен да. Сол алғашқылардың бірі болып мен көшіріп алғанмын. И сразу соны сатып аламын да, сол жерде сол кешкісін сағат 11-12-лерде сол жерде Мәдинеде отырған, шай ішіп отырған жерімізді салам, короче, сторисқа салып белгілеп қоямын. Сөйтіп соны салғаннан кейін бәрін өзге кетіп қаламыз. Одан кейін барып ертесіне келсем, бәрі шулап жатыр. О, Асқат сен кеше видеоң атты, короче, анау бізге жібер дейді. Сөйтіп барып ничего себе деп өзім таңғалып қалдым. Сонда 12 секундтық видео 91 мен емес деген музыкасы болады. Соған салып қойғам просто. Дым мынандай ешқандай мобилография там не пахнет вообще негізінде ше. Қайда салдыңыз? Инстаграмға сторис салып белгілеп қойғам. И содан короче салдым. Барлығына сол жерде отырған мырзалардың бәріне ұнап, бәрі өздерінің сторисіне мені белгілеп салып қояды. И содан бастап менде уже алғашқы сол телефонға монтаж жасаған, телефонға түсірген видеом сол болды. Сол видео маған мобилография есікті ашты. Содан кейін уже мені Қуаныш мырзалар шақырып, о, сен оказывается телефон видео түсіріп алып келсің ғой, осындай қабілетің бар екен ғой, давай біз саған көмектесейік, там жеке бренд дамытамыз, кейін курс шығарамыз, жақсы табыс табамыз деді. Сөйтіп мен сол бухгалтериядан курс шығарамын деп жүрген моментте, кейін 4 айдан кейін уже келесі жыл 2020 жыл карантинға дейін жаңа телепорт 1 деген курсым шығады. Мүмкін сіздер оны ютубқа салып қойғам, тегін тұр. Соны көрген шығарсыздар, сол курс жасағам. Қазір телепорт курсы қазір көп адамдар қарап уже содан жақсы отзывтар алып, мықты комментарий алып отыр. То есть сол уақытқа, сол 2020 жылға ол өте трендта болған курс, өте сұранысқа ие болған. Сондай болды. Сөйтіп осылай мен мобиларға келдім. Содан бастап айлық табысым сол 1,5 миллион, 2 миллионнан средний сондай болып келе жатыр. Сол уақыттарда. Супер. Осылай келдім. Бұл жерде мен қысқа айтып бердім, потому что ұзақ айтсам ол реально 2 сағат әңгіме болады. Сол үшін так тезисін айтып шықтым да. Енді өзіңіз жайлы айттыңыз, қалай келгеніңіз жайлы айттыңыз. Енді мобилография тарихы және оның артықшылығы жайлы не айтасыз? Жалпы қазір тарихы болғанда, тарихын айтқанда осы қашан, қалай және оның артықшылығы неден артықшылығы? Негізі бұл мобилография саласы Қазақстанға сол 2019 жылдар келді, бірақ ол Қазақстаннан бұрын уже Америкада ол бұдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын пайда болып қалған сала. Бірақ ол қатты ол кезде енді iPhone-дар шықты, Samsung-тар енді уже экрандар үлкен болып, сенсорлар шыға бастады. Негізінде Google-дан қарасаңыздар, история мобилография десеңіздер, ол 2005-2006 жылдары алғашқы телефондарда камера пайда бола бастаған кезде, сол кезде алғашқы фотоларды кәдімгідей жаңағындай әртүрлі выставкаларда мықты танымал фотографтар телефонға түсіріп выставкаға қоятын. Сол кезде уже мобилография деген ұғым пайда бола бастады. Яғни мобилография деп ютубқа жазсаңыздар, сол бұдан бір 7-8 жыл бұрын салынған видеолар бар Америкада. Ағылшын тілінде. Именно сол мобилография ағылшын тілінде жазылған. Соны жазса сразу поисктан шығады. Яғни ол уже примерно бір 10 жыл болды деп айтуға болады, бірақ Қазақстанға бұл кейін келді да уже. Ал именно қазір Қазақстанда бұл өте тренд, және СНГ, Қазақстан осы өзіміздің осы Евразия материгінде қазір трендта болып жатқан сала. Енді мен ютубқа өткенде жаздым, мобилография деп бірінші кириллицамен жаздым. Ол өзіміздің бұрынғы тілімізден, жалпы тілде кириллица әріптермен. Сол кезде сіздің видеоңыз бірінші орында тұрды. И және ағылшынша жаздым, жаңағыдай мобилография деп. Тоже сол. Получается, Қазақстанда мобилография термині қазір әлемде бірінші орында тұр десек те болады. Өте танымал, өте тренд. Сіздің неңіз видеоңыз шығып тұр, бірінші сабақтың несі бар ғой кәдімгі. Телепорт, иә? Телепорт курсын біз қазір ютубқа салып бастадық. Айтпақшы, таныстырмаппыз, бұл Асқар мырза. Өзімнің қасымдағы бірге жұмыс ететін командадағы жігіт. Бұл кісі бізде ютубер. Ютуб
жаңағы YouTube бойынша эксперт маман. ютубтан қалай ақша табуға болады. Енді қазір бұл кісімен біз бірлесіп осы мобилография плюс ютубты қосып арнайы курс шығарамыз жақын арада. Сол туралы құндылықтарды вообще реально ютубта негізінде ютуб 100% видеодан тұратын контент. Видео хостинг. Видео хостинг. Ол қазір миллиардтаған, там триллион ақша тауып жатқан компания да. Оның в основном табысы видео арқылы табады. Ал ол жердегі видеолардың почти осы телефон видео түсіру бастағаннан бастап примерно уже 40% ма, даже почти 50% уже телефонмен түсіретін видеолар уже жаулап баратыр да. Потому что қазіргі уақытта телефонның камералары оған уже жетеді, дәреже жетеді качественный видео жасағанға. Сол себептен бізде қазіргі осы сұхбаттың өзін, осы подкасттың өзін телефонға түсіріп жатырмыз. Вообще ешқандай айырмашылық жоқ. Сондай. Жалпы енді артықшылығын айта кетсеңіз, артықшылығы видео камера түсіргеннен және телефонмен түсіргеннің қандай айырмашылығы бар және оның қандай артықшылығы бар? Сол туралы айтсаңыз. Так, примерно айырмашылық айтатын болсам, телефонға түсірілген видео качество жағынан, камераға түсірген видео качество жағынан қазіргі уақытта уже кем емес видео телефон. Потому что қазір соңғы шыққан айфондар, соңғы шыққан самсунгтардың мықты телефондар, олар уже кәдімгідей камераның качествосын беретіндей уровеньге уже деңгейге жетіп отыр. Ал ары уже оны кім түсіреді, сол адамға байланысты да. Ол қаншалықты оның білімі бар, қаншалықты ол камераның жаңа телефонның настройкасын дұрыс жасайды, қаншалықты оның жарықтарын бәрін дұрыс қояды, соған байланысты болады. Ал негізі ерекшелігі, енді ерекшелігіне келетін болсақ, телефонмен ол всегда қалтаңда жүреді да. Любой уақытта ол мобильный деген соң аты мобилография, ол мобильность деген білдіреді да. То есть кез келген уақытта сен шағын. Бірден қалтаңнан шығардың, тез настройка жасадың да, уже түсіре бересің да. Ал біз алдында ғана ол жақында Орда тобына барып, жаңағы Алматы аренада концерті болды. Сол жерде біз 5 бала болып, телефонмен сол Орда компаниясына біз қазір документальный фильм түсірейін деп жатырмыз. Телефонмен түсіріп жатырмыз, толыққанды бәрін телефонмен түсіріп жатырмыз. Анау Майкл Джордан бар ғой, білесіздер ғой, былтырлары Netflix-қа шықты ғой, Last Dance деген, Последний танец деген Майкл Джорданның мықты документальный фильмі шықты. Біз сол сияқты тарихта қалатын фильмді қазір Орда тобына телефонмен түсіріп жатырмыз. И араларында кеше біз байқадық, ол жерде тоже басқа да видеографтар келіп, үлкен андай заттармен келген, Ронинмен, дәу камера алған, Blackmagic камера алған, мынандай ауыр примерно бір 10-12 кило тұрады. Ана енді бір орыс видеографияны примерно 10 жыл болған екен, алыс жүргенде сөйледім да, сұрасты көрдім, что там қалай деп ше. И мен қасына телефонмен түсіріп жүрмін, и то мен қолмен түсіріп жүрмін, просто без стабилятора, қолмен түсіріп жүрмін. Маған қарайды, что за телефон дейді, короче, мен айтамын, вот iPhone Pro Max. А что так можно было деген сияқты таңғалып тұр да. Мне тоже уже пора перейти осындайға дейді, потому что я уже устал дейді. 5 часов, короче, осылап тұрмын дейді, қолым мына жерім уже қатып қалды дейді. Вот реально анау діріліп тұр қол кәдімгідей ше. Қол дірілеп тұр, бірақ енді анау стабилизатор болғаннан кейін камера бір қалып тұр ғой. Бірақ уже шаршап кеткен, терлеп кеткен, өзі жаңағыдай бір пончик бала екен, короче, орыс бала. Мен уже тоже хочу осы салаға қазір хочу перейти, потому что камерадан устал. Қазір Blackmagic-тағы кадрды алып, камерадағы 500 гигабайт файлды алып мен компьютерға саламын, потом оның ішіне 1045 кадрлар бар, оның бәрін кесем, жұмыс көп дейді. Ал сен дейді, короче, қалтаңнан шығардың, бірден түсіре бересің дейді да, вообще күшті дейді да. И сол қазіргі видеографтардың өздері уже осы мобилографияға ауысып жатыр. Потому что қазіргі уақыттағы Инстаграмдағы почти 80% контент телефонмен түсіреді негізінде. Қалғандар арасында бір рекламалық ролик болатын болса, ол камераға түсіреді. Ал будущем осы 2022-де мен ойлаймын, уже 90% контент, видео контент именно телефонға түсіретін болады. Оның ішінде именно сапалылар өте аз болады. В основном көбісі енді әлі көп адам по идее мобилография саласын білмейді. Немесе олар әлі сенбейді или ақша табуға болатынын сенбейді. Көп та әлі күмәнді вопростар өте көп. Но біздің бүгінгі осы подкасттың мақсаты соны сіздерге көздеріңізді ашу. Ребята, откройте глаза, блин, можно зарабатывать деньги. Сол мақсатпен жасап жатырмыз бұл подкастты. Ол да артық шығын, мысалы бір камера нормальный ол миллион теңгеден кем тұрмайды мысалы. Ол примерно миллион камералар енді әртүрлі 600 теңгеден бастап ағара кете береді, ол несіне сапасына байланысты болады. Одан бөлексе ол камерадан түсірген затынды кейін оған ноутбук керек тоже. Қасында адамның қасында үнемі жүре алмайды мысалы. Камераны немесе ноутбугын қалтаңа салып қоймайсың ғой. А здесь два в одном, да? Ты здесь снимаешь и монтаж жасайсың да, екеуі де бір. Еще два в одном. Телефонмен сөйлеседі. Еще сөйлесесің, то есть көп деген бүкіл өте ыңғайлы нәрсе негізі. Проблеманың бәрін жауып тастайды қазір. Сондай. Так. Жалпы келесі сұрақ, не үшін дәл қазір мобилограф болу керек осы уақытта? Дәл осы уақытта. Не айтасыз ол жайлы? Қазір почему мобилограф болу актуально? Потому что қазір уақытта көптеген бизнесмендер уже түсініп жатыр, что олардың бизнесінің табысын арттыру үшін видео контент керек екен.
Оны бізге уже телевизордан айтады, неше түрлі YouTube каналдардан айтады, неше түрлі Инстаграмда посттардан көреміз. Любой бизнесқа, ол товарный бизнес болсын, ол услуга болсын, немесе ол инфобизнес болсын, немесе курс шығарсын, то есть любой бизнесқа, қазіргі уақытта любой ақша табатын бизнесқа видео контент қатты керек. Ал видеографтар, то есть камерамен түсетін видеографтар қазіргі уақытта уже оның орнын ақырындап мобилография, телефонмен түсетін балалар, қыздар орнын ығыстырып жатыр да. Потому что видеографтарға қазір бара-бара сұраныс төмендеп жатыр. Мен өзім таныс балдарым бар, которые 7-8 жыл видео саласымен сол кәдімгідей камерамен түсіреді, жаңағы компьютермен монтаж ететін балдарды танимын. 7-8 жыл болған, айналысып жатқанына әлі примерно айлық табысы сол 250 мың, 300 мың теңге немесе зарплатаға жұмыс істеп жатқан балдар бар да. Мен айтамын да, ребята, блин, откройте глаза. Қазір реально и мен бір-екі балдарды білемін, которые өзі сол видеограф болып, мобилографияға ауысып, одан да жақсы табысқа шығып жатқан балдарды білемін, солар. И Россия болсын, Америка болсын, оларда да, которые ютубта көптеген нелер көремін, тоже ағылшын тілінде. Енді ағылшын тілін өзім 100% түсінбеймін, бірақ субтитрмен көремін. Профессиональный видеографтарда кәдімгідей өздері, потому что контент қазір тренд мобилография болғаннан кейін, сондай телефон обзор жасайды, новый iPhone шықса соған обзор жасайды, оған видео түсіреді, cinematic mode дейді, әртүрлі переходтар көрсетеді, телефон монтаж жасап көрсетеді. Соның барлығы қазір трендте болғаннан кейін олар сол салаға ауысып жатыр. Сондай. Енді келесі сұрағым осыған ұқсайды, но осыны кеңірек айтып өтсеңіз. Мобилографияның қазіргі таңдағы мүмкіндігі, жалпы не істеуге болады қазіргі уақытта мобилографиямен? Фильм ба, вайн или там не тағы реклама ма, жалпы сол туралы айтсаңыз. Не істеуге болады мүмкіндігі? Қазір мобилография саласы арқылы, яғни телефон видео түсіру арқылы любой бизнеске кіруге болады. Любой бизнеске? Любой бизнеске, кез келген бизнеске кіруге болады. Даже там крупный компаниялар болады, мысалы BI Group, мысалы Apple, Toyota, Lexus сияқты компанияларға да телефон видео түсіруге болады. Без проблем, одан ешқандай шектеу жоқ. Главное, сен ол жерде маңызды емес, сен қандай телефонға түсіресің, немесе камераға түсіресің, маңызды емес, ол адамға байланысты. Адамда определенный бір осы видео саласында ода бір білім болу керек. Яғни ол дұрыс композицияны алуы, жарықты дұрыс қоюы, звуктар дұрыс қоюы, тексті дұрыс жазу, оны дұрыс бояу, соның барлығын именно қазір бізде өзімізде курсымыз бар, сол жерде біз толыққанды соның бәрін үйретеміз. Одан бөлек оның артықшылығы не үшін бұл саланы қазір оқу керек, потому что бұл трендта, бұл қазір хайповая тема, одан кейін мобильный, и одан кейін бұл көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Сен осы шетелге шыға аласың, осы саламен ақша тауып, өзіңнің бизнесіңді аша аласың, өзінің курсын жасай аласың мобилографиядан. ютубқа контент, бір реально телефон видео түсірді, не знаю, там диджейді алып ал, короче, соған обзор түсірші. ютубта реально қазақша контент бойынша вообще ноль ғой, вообще жоқ қазір. Өте аз қазақша контент. И араларында бар, но мен көрдім некачественный контент барлығы. Сапасы өте төмен, дұрыс түсірмеген, дұрыс жарық қоймаған, немесе дауысы дұрыс естілмейді, немесе там качественно түсірмеген сондайларда. Просто бір способ заработка мобилографиядан, это заказға шығып қойшы, просто ютубқа бір обзор түсір, сол арқылы ақша табуға болады. Просмотрдан және рекламадан. Это самый қарапайым ақша табатын способ. И ол бара-бара трендқа кете береді. Пассивный доход. Пассивный доход болып кете береді. Енді тағы да бір сұрақ, нақтылап қойсам, осы мобилография саласын оқығаннан кейін клип және фильм түсіруге бола ма? Көп адам осыны сұрайды да. Негізінде телефонмен қазір уақытта клип, фильм, немесе документальный фильм, кино түсіруге уже мүмкіндігі жетеді. Уже мысалы 2015 жылы ютубта видео бар. 2015 жылы Bentley компаниясы Америкада алғаш рет телефонға өзінің кәдімгі брендовый, өзінің презентационный видеосын түсірген. Телефонға түсірген. Ол жерде iPhone 5s және iPhone 6-ға түсірген. Екі телефонға түсірген. iPhone 5s. iPhone 5s-ке түсірген и iPhone 6-ға түсірген. Прям ютубқа поисққа жасаңыздар, вот реклама Bentley снято на телефон десеңіздер, сразу шығады. Ол жерде бэкстейджда бар, қалай түсіргенін и өзінің видеосы бар. Прям мен соны көрген кезінде вообще уже мен потолок келіп кетті ғой, блин, оказывается. Хоть 5s-ке телефон видео түсіруге болады. Қазір уақытта ше ол. Главное Bentley компания дейсіз ғой. Еще Bentley компания ол енді ол миллиардтаған компания ғой, олар енді өте үлкен крупный компания. Зачем оған телефонға, мысалы, кейде ойлап қалмын, может там где-то не сэкономили деген сияқты. Ол экономдау мәселесі емес, просто олар что телефонның возможности бар екенін дәлелдеуге, что қазір уақытта мүмкіндік ақша табуға, табыс табуға болатын дәлел ретінде Bentley компаниясы өзінің сол жарнамасын телефонға түсірген. Тура қазір осыны көріп болған ютубтан іздесеңіздер болады, прямо шығады ссылкасы.
сол кезде уже басталды. Ал одан кейін уже көптеген әншілер там Леди Гага, кім еді тағы да, Бейонстың да сондай Бейонс түсірді, иә, телефонға видео түсірді. Потом Билли Айлиш бар, ол жақында ғана бір жарты жыл бұрын бар, сол телефонға видео клипін түсірді. Тағы кім бар? Ана кімнің бір бала, әнші бала бар еді ғой. Қайсы? Қазір өсіп кетті, бірақ кішкене кезде бейби айтатын кім еді? Джастин Бибер. Джастин Бибердің қызы бар ғой. Селена Гомес па, Гамес па, короче. Вот сол қыз да өзінің бірнеше клиптерін телефонға түсірген. Соны ұмытып қала бердім сол қыздың ше. То есть клип түсіру қазір телефонға вообще возможно. Қателеспесем осыдан бір жарым жыл бұрын ба, Дархан Жүз деген әнші бар ғой бізде Қазақстанда. Ол да сол iPhone емес, Samsung S10-ке түсірген телефон тоже. Тоже ол Android-қа түсірген. Без проблем. Главное, сен светті қалай қою керек, жарықты қалай, дауысты қалай қою білсең болды, уже любой телефонға видео түсіруге бола береді. Клип, кино қазір уақытта шектеу жоқ. Тем более жақында көрдік, iPhone 13 шықты. Оның ішінде уже cinematic жаңа mood деген өзінің режимі бар, кино эффектісі бар. Ол уже киношный картина. Қазір iPhone уже рекламаны көретін болсаңыздар, кино клип түсіруге шақырып жатыр адамдарды. Оны бекер қосып отқан жоқ қой сонда. Бекер жоқ, потому что болашақта уже видео-контент полностью почти даже 99% осы телефонға түсіретін бол, және кинолар да телефонға өздерінің. Получается уже iPhone ескертіп отқандай, айтып отқандай болып отыр ғой. Все, уже кино эффекті қосты. Да, ребята уже собирайтесь, короче, да. Түсіре Дайындала беріңдер, болашақта уже полный видеоконтент телефонмен болады. Ал қазіргі уақытта именно кім қазір сол пойызға секіріп үлгереді, вагонға секіріп үлгереді осы уақытта. Олар трендте болады. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Жалпы мына жерде так мынандай сұрақ бар екен. Маған сияқты бұл мобилографияның табысты ютубер болуға бірден бір себеп дейді. Жалпы айтқан кезде мобилография ол ютубер екеуі бір-біріне не қылмайтын мамандық, бір-біріне бағынбайды. Неотъемлемая часть. Да, но бір-бірін толықтырады да ол. Ол толықтырады деген не деген сөз? Жалпы айтқан кезде сіз мобилограф болып және YouTube саласын меңгеретін болсаңыз, жалпы айтқанда сізде табыс уже екі жақтан болады. Мобилографиядан және YouTube'дан. Сол үшін де қазіргі таңда мобилография және YouTube'ды меңгерген дұрыс. Бір-бірін енді YouTube атысын айтыңызшы, мысалы. Инстаграмда да видео ғой мысалы. Иә. Vimeo деген видео, там TikTok'та видео хостинг жаңағы социальный сети. ВКонтакте бар мысалы, Facebook бар, оның бәріне видео жүктеуге болады. Но YouTube'тың айырмашылығы қандай ол жерде? YouTube'тың айырмашылығы ең бірінші ол жерде авторлық право дейді ғой, авторский право сол қорғайды. Сіз егер главное, что творчествоның адамы өзіңіздің видеоңызды жасайтын болсаңыз, сізді 100% қорғайды. Мысалы, яғни олар қорғағаннан кейін уже сізге ақша төлейді деген сөз. Бірінші сол авторлық қорғайды, екіншісі сізге ақша төлейді. Оның шарттары бар, әрине, оның шарттары YouTube'да айтылады ғой, жалпы 1000 подписчик жинау керек, және 4000 сағат қаралған видеоңыз 4000 сағат қаралу керек. Но осылардың барлығын үйрену үшін жалпы видеоға түсіріп білу керек та бірінші. Ал видеоға түсіріп білу үшін ол мобилографияны меңгерген дұрыс. Обязательно деп айтсақ та болады негізі. Енді бір сұрақ, енді мен білемін сізді бұрыннан өзіңіз YouTube каналдарыңыз бар. Бірнеше YouTube канал жүргізесіз. Хайповый каналдар жүргізесіз ғой. Мысалы сол жерде просмотрлар по идее 100 000, 200 000 просмотр ғой. Бар, 500 000 и 1 миллионнан асып кеткен просмотрлар. Сондай просмотрлар бар. Но оларды енді ол жердегі тұрған видеоларды мобилография деп айта алмайсың да, просто олар бүйтіп түсіре салған нелерді. Но соның өзінде уже тема хайповый болғаннан кейін сізге ақша келіп жатыр, YouTube ай сайын қанша теңге табасыз мен YouTube'да? Мысалы әртүрлі, но $400, $500, ну теңгемен 180-200 мың теңге. Пассивный, ол ай сайын. Ай сайын келеді сондай. Ол тоқтап қала ма? Ол тоқтамай, себебі бір саласыз видеоны, ол тұра береді, қашан көріп. Короче, сен вечный көріп комитет десе, пак өшіп тұрған. Кете береді ғой. Өзіңіз удалить етіп тастамасаңыз, ана жерде тұра береді. Мысалы 10 жыл бұрынғы видеоларды көресіздер ғой. Мысалы YouTube'да отырасыздар, қарайсыздар, 10 жыл бұрын салып тастаған. Ол сол до сих пор адам YouTube каналында ол қаралым болып жатыр, оған ақша төлеп жатыр уже. Сізде қаншама күшті видеолар болады, соншама ақша болады дегендей ғой, просмотрға байланысты. Ну, сосын бір мүмкіндігі, сіз Қазақстанда, жалпы Алматыда, Шымкентте или бір ауылда отырсаңыз да, интернеті бар жерде, сіз сол видеоны салып Америкаға көрсете аласыз. Және ол жерден көбірек ақша түседі. Например, видеодан келетін сенің заказчиктерің болады да? Ол да бар. Инстаграмда келетін заказчиктер болады. Соның айырмашылығы, қаншалықты айырмашылығы бар? Негізі, мысалы маған таргеттен шығады видео, какой-то бір услуга маған таргеттен шығады, там купи, там, не знаю, там велосипед 5 жастағы балаңа по такой цене деген. Таргетпен келеді, таргетпен келеді да. Бірақ ол маған керек емес болуы мүмкін да.
мысалы таргетолог кейде сонда ошибкамен жіберетіндер бар да. керек емес реклама маған шығады да мысалы. Ал ютубтағы реклама ол қаншалықты сол адамға целевой барады? Жалпы ютубтағы реклама ол жерде мүмкіндік өте көп және техподдержкасы өте күшті. Мысалы егер сіз бір нәрсені түсінбей жатсаңыз, сіз прямо шығасыз да 10-15 минуттың ішінде сізге жауап береді, Google'дан жауап береді. Және сіз өзіңіздің ұқсас каналдарды саласыз ғой, мысалы темаға сәйкес. Соларға салып жіберсеңіз болады. Сол жерде реклама көрсетеді. И сосын былай айтқанда, енді қысқартып айтқан кезде Инстаграмда таргетті салған кезде ол примерно Инстаграм өзінің искусственный интеллектімен осыған керек ау деп жібереді да. Оны шатасады жібереді, былай ол. Ал ютубта ол сізді іздейді адамдар, бір жақсы жері. Узкий, иә, сізді іздейді, қатты былай айтқанда сізді іздеп келеді. Ол вообще горячий клиент болады ғой. Ал Инстаграмда примерно осы алады деп оның іс-қимылдарына қарап сөйтіп жібереді да. Менің осы соңғы уақытта бір түсінгенім, енді заманында ютуб туралы айтып бердіңіз ғой. Иә. Мен қазір енді Инстаграмда бізде Қазақстанда Reels деген недавно пайда болды да. И көбісі қазір Reelsқа видео сала беретін болды. Видео сала береді. Бәрі любой адам, каждый там один из один бәрі видео салады да Reelsқа. Бір музыка, аудио тауып алады, прикольный тренд тауып жатқан, соны салады, и примерно бір 50-40 мың просмотр болады. Но одан мен қарадым, менде де бар 10 мың, 15 мың просмотр болған видеоларым бар Reels'та. Бірақ маған что-то подписчик келмейді да. Қараймын, что подписчик келмейді. И потом мен қарап отырамын, мысалы Reels'та бүйтіп ақтарып отырамын, TikTok сияқты. Мен біреуге подписан болмасам да, біреудің видеосы маған шығады да. Бүйтіп қарадым, мен экраннан былай өтті лентадан Reels'та. Все, это засчитается как просмотр. Да. Значит, ана видео маған целевой болмаса да, или сол видеоға мен өзім мұқтаж болмасам да, маған көрсетіп жіберді да. Ол таргетпен келе ма, мүмкін, не знаю, мүмкін просто бір рекомендованный болып келе ма, шыға береді и просмотр болып кете береді. Ал мысалы мен Инстаграм шұқылап отырамын ғой, тоже Reels'ті қарап отырмын, маған керек емес заттар шығады. Ал мен ютубқа не үшін кіремін? Мысалы мен ютубқа кіретін кезінде целенаправленно бір мақсатпен кіремін. Уақытты бөліп, бір жарты сағат уақытымды бөліп, немесе 10 минут уақытымды бөліп, бір нәрсені целенаправленно бір зат іздеу үшін кіремін. Мысалы іздеп кіресіз ғой. Майбиография іздеймін, именно майбиографияға байланысты видеолар көремін. Или не знаю, там бір iPhone 13 Pro Max обзор деймін, целенаправленно соған кіремін да. И мен байқағаным, что ютубтағы отыратын аудитория ол целенаправленно определенно сенің именно керек затыңды ғана көреді да. Ол сіздердің будущий клиенттеріңіз. Соны түсіндім. Ал Инстаграмда мен біреуге подписан болмасам да, TikTokта подписан болмасам да, маған бүйтіп рекомендованный шыға береді да, былай. Ретқа шығып кетеді ғой. И мен түсіндім да, блин, значит, надо қазір уақытта уже осы телефонмен түсірген видеоларымды мен ютубқа салатын болсам, онда тағы дополнительно ақша келеді деген маған сондай өзіме не келді, осознание келді да. И мен өзім қазір ютубты қолға алып, осы сіздер бүгін осы алғашқы сұхбатты көріп жатсыздар да. Яғни сіз осы сұхбатты көріп жатсаңыз, сіз онда поисктан сізге 100% гарантия беремін, майбиография деп іздедіңіз, и сіз осы сұхбатқа келдіңіз да. Мысалы сен велосипед деп іздеген жоқсың ғой, или білмеймін там биткоин деп іздеген жоқсың ғой. Биткоин десе бұл видео шықпайды да. Целенаправленно осы сен майбиография іздегеннен кейін, или телефонға видео түсіру, қазақша урок етіп іздегеннен кейін осы подкастты көріп отырсыз. Яғни бұл соған дәлелдеу уже. Дұрыс, иә. Дұрыс па? Жалпы айтқанда іздеуші мен жасаушыны бір-бірінен кезіктіреді ғой, былай айтқанда. Ол енді тарихта болмаған нәрсе ғой. Сан ғасырдан бері адамдар сатушы мен, мысалы клиентпен жаңағы іздеушінің араларын, мысалы жасаушы мен клиенттің араларын біріктіре алмағанда, то жарнама шығарады, ол көрмейді. Ал осы Google'дың компаниясында ғой, YouTube соған қарайды. Сол проблеманы шешкен. Сол үшін де олар миллиардер да қазір. Ол басы неден басталады? Поисковиктен басталады Google'дан ше. Соңында YouTube'ты сатып алды, содан кейін уже YouTube'ты жаңағыдай байқап отырсаңыздар, подсказка береді. Google'дың несіне ұқсайды? Сол подсказка арқылы керекті адамдарды уже сөздер, мысалы майбиография десем урок или қазақша адамдардың іздегенін білесіз да. И соған сәйкес видео түсірген кезде ана адамдар бір-бірін табады солай. Мысалы контент жасаушылар және оны көрушілер бір-бірін оңай табады. Ол Инстаграмда жаңағыдай слип болады, былай айтқанда далаға кетеді, уақыт кетеді ол жерде. Байқасаңыз, ол негізі Reels, мен білмеймін енді не үшін ол Инстаграм олай жасады. TikTokта енді конкурс болған жасады ғой. Иә, TikTok бастады соны негізі. Бәрін құртқан TikTok болды негізі. Бәрін TikTok дейсің ғой. Инстаграмның түбіне жеткісі келді ғой соған қарағанда. TikTokты ойлап табады, сөйтіп Reels ол жерде ақпаратты қалай осылай бере береді. IGTV мен постпен жүре берсе болады, сториспен, бір бала келеді, мен өз басым көрдім, бір бала келеді, мен тиктокермін дейді да, кішкентай бала, енді мектепте оқиды, 7-8 шығарсыз, примерно сыныпта оқиды. Мен айтамын, қанша подписчигің бар? 300 мың дейді. Мен таңғаламын, сен кім таниды десем, ешкім танымай сыртқа шыққанда дейді. Бірақ тиктокер, ішінен қараймын, лайкі бәрі нормально. Бір түсінбегенім, сен сөйтсем бұл тиктокта ешқандай қадірі болмайды екен. Егер де оңай жететін болсаң бір нәрсеге, қалай айтқанда оңай емес, енді
жету оңай болса оның қадірі да төмен болады екен. Иә. Неге десең, мысалы сіз де көтеріліп кетесіз, мен де 10 адам, 20 адам бәрінде Онда 500 бәрі тиктокер кетсе не болады? Кімнан да құнсыз болады да. кімнан пісіреді дейсің ғой, кім бидай егеді дейсің ғой, короче. Құнсыз болады. Арасынан өледі дейсің ғой. Инстаграм рилсті солай шығаруға мәжбүр болды. Енді қазір базар болып бара жатыр Инстаграм. Потому что Инстаграм қарап отырасың, Индиядағы біреулердің видеолары келеді, Қытайдағы лайкіне қарайсың 5-6 лайк та, или даже біреуге лайк қоймаған. Оны байқаған шығарсыздар өздеріңізде. Но ютубта тоже самый бар. Мына так шортспен істеді ол. Шортс деген нәрсе бар. Шортстың қызметі не дейді? Шортстың қызметі ол жерде жаңадан басталған адамдар, мысалы сіз бүгін YouTube канал ашасыз қазір тіркеліп, там Google-ға аккаунтпен, ал тіркелгеннен кейін уже сізде көтерілу керек қой видео жасап. Сіз сол шортс арқылы көтерілесіз. 1 минутқа жетпейтін видео. Ал енді сіз, мен айтқым келіп тұрған нәрсе, еще сіз мобилограф болсаңыз, шедевр видео жасайсыз, любой түрлі. Онда уже нұр үстіне нұр болады да, уже сіз еще мобилограф, творчествоның адамысыз, видеоны түсіресіз, и ютубты үйренесіз, ютубқа саласыз, все, уже атады да сізде. Ал даже бар ғой, мобилографияда мен хабарым жоқ кезде мен ютубты жүргізгенмін да. Но аннан қашқан, мұнан қашқан видеоларды салып көтерілгенмін да. Мен сөйтіп көтердім. Қазір 40 мыңнан астам подписчик. Мен енді маған осы не үшін мен мобилографияға келдім деп айтады ғой маған. Почему сен бухгалтер жұмыс істей бермейсің? Зарплатам 400 теңге. По идее, 400 теңге зарплата это выше среднего, да? $1000 жақын. Иә, $1000 жақын зарплата, ол выше среднего. Стабильный зарплатам бар, компания сен квартираңа төлеп жатыр мысалы ше. Но когда ты 10 жыл бойы бір жұмыс істеп көрші, устаешь реально, она надоедает жұмыс ше, таңертең 9-дан қызықсыз жалпы, иә. Уже скучно болады, шаршайсың, күніге одно и то же. Сондай темаларда. Мобилографияға шыдайсыз ба 10 жыл? Шыдай бересің да, қазір, потому что ол қызық. Сен әртүрлі съемкаға барасың, әртүрлі адамдармен танысасың, неше түрлі клип түсіресің, танымал боласың, жеке береді болады. И бұл сала бүйтіп кете береді да, экспонент ретінде бүйтіп графикпен өсіп кете беретін болады. И мен бұл саланы таңдаған себебім, мен сол Инстаграмда стористен барып, кімнен бір не оқып қаламын, мен андай мотиватор сөздері болады ғой. Сондай болады. Сондай қазіргі біздің дәуір, осы дәуір, бұл эра клавиатуры и мышки дейді да. То есть клавиатура дегеніміз ол те люди, которые создают контент, печатать контент создают, а мышка дегеніміз курсор, сен наводишь и смотришь, ты потребляешь контент. Ал статистика бойынша 97% адамдар, они потребители контента, то есть олар адамдар көретіндер контентті. Оның ішінде жаңағыдай мысалы қалаулымда келеді ше, қанша миллиондаған просмотр бар, но ол реально адамдардың миының бәрін шертіп жатыр да негізінде ше. Пайдасы жоқ заттар жасап жатыр. Одан бөлек тағы да керек емес контенттер негізінде көп та, адамдар көріп жатыр, потребляет, но біздің ол жас келатқан өзіміздің поколенияға кері әсерін тигізіп жатыр по идее. В основном сол просмотр арқылы бағанағы 3% адам, которые создают контент, они на этом зарабатывают. Түсінесіз ғой, и мен сол осознание маған келген кезде мен уже все түсіндім, блин, все хватит, я уже перейду на сторону те, которые создают контент. Контентті создавать етін, яғни шығаратын адамдар жағынан мен өтем дедім. И содан бастап уже мен видеоға, сторисқа, постқа, әртүрлі телефон видео түсіріп сала бердім. Содан бастап уже мен как только контент создавать ете бастадым, мені көп адамдар көре бастады и маған подписка істей бастады. То есть менде уже Инстаграмда жеке бренд өсе бастады. То есть осы мобилография арқылы мен уже өзімнің жеке брендімді қалыптастырып алдым. Сол арқылы мен қазір өзім основной доходым, основной мен табысым осы мобилография саласы. Как только сіздер, ребята, осы осознание сіздерге келеді миларыңызға, все, уже сіз бұрынғыдай өмір сүре алмайсың. Білмеймін, мүмкін бұған дейін де может бұндай әңгімені басқа адамда естіген шығар, ай қойшы сонда вообще. Может до сих пор ходят люди такой, которые сенбейді, ой, мобилография это туфта, детский бір нәрсе дейді. Нет. Реально, егер де сіз талантты болсаңыз, егер де сіз бір целенаправленно бір творческий адам болсаңыз, бұл сала ол өте сізге керек та бұл. И бұл одан да ары қарай дами беретін болады. Қазір көп адамдарды мен білем, там официант болып жұмыс істеп жатыр, Вольтта да андай курьер болады, Яндекс таксист болып жұмыс істейді, білмеймін, там охранник болады, автомойкада жұмыс істейді, вахтаға жұмысқа кіреді, там студент, фрилансер мысалы ше. Олардың өз жұмыстарын жақсы көрмейтін олар кетіп, мысалы андай ғой, зомби сияқты бет таңертең келеді, мысалы кешке қайтадан жетіде кетеді, там суткаға түседі. Жалпы бәрімізде сондай. Мен де өзім сондай жұмыстан шықтым да. Мен де мысалы бухгалтер жүрген кезде прям успешный болды деп айта алмаймын. Арасында мен де мысалы бір Мерседесім болған ескі 95 жыл, сонымен бухгалтерияда сокращение болды да, жұмыстан шығарып жүрген кез болды. Сол кезде бір ай таксовать еттім мен. Сол бір ай таксовать еткен кезде таксисттердің қадірін түсіндім да, блин, это вообще таксовать ету өте қиын жұмыс екен ше. Ну как бы сен отырасың бір орында бүйтіп айдап оңай сияқты да. Но когда сен таксовать етесің ғой, сен әртүрлі клиенттер, пассажирлар отырады да, олармен ұрысасың, қырылысасың, біреу недовольный отыр, біреу прикол ұстап отырады.
біреу ішіне темекі шегіп отырады, оған темекі шекпе дейсің, ол қырылсасың, короче. Төгіліп шығатын кездер де болды да. То есть таксовать ету ол, блин, қиын жұмыс екен негізінде. Қазір қаншама жастар уже право алып алады, сразу таксовкаға шығып кетеді да. Кейбіреулер ескі машина таксовать етеді, новый машина болса мейлі ғой, ол там кейбіреулер ескімен таксовать етеді. То есть қиын жұмыста. Официант болып та істеп көрдім мен. Автобуста кондуктор болып та істеп көрдім мен. Потому что папам бізде 20 жыл менде папам автобус айдайтын. Шымкентте, Алматыда автобус айдаған. Кәдімгі маршруттан 34 деген маршруттар болатын. 27. Сол жерде мен кондуктор болғанмын тоже. Айқайлайтын там барахолка дейді анау. Шаляпи направо, барахолка, орбита, там бірінші вокзал деп. Ол сол 2007-2008 жылы болған кондуктор болған. Күніне 800 теңге аласың. Ол кезде студентпін. То есть түсінемін да ол адамдарды барлығын ше. Потом қымылым жұмыс істеп көрдім тағы да мен. Официант болып көрдім, таксист болып көрдім, кондуктор болып көрдім. Менеджер по продажам да болып көрдім, короче, бір компанияда. То есть көптеген жұмыстар істеп көргенмін. То есть соларға мен қараймын да қазір. Сол уақытта маған осы мобилография туралы естіп қалғанымда ғой деп айтамын да. Мен мобилографияны өзі 31 жасымда бастадым. Қазір айналысып жатқаныма 2 жыл болды. Осы 2 жылдың ішінде уже 5 рет шетелге шықтым. Өмірімде шетелге шыққан емеспін. 5 рет шетелге шығып қайттым, машина алдым, үй алдым. Мобилография себепті дейсіз ғой. Иә, енді бірінші Алла тағала себепші оған. Одан кейін осы себепші ретінде осы мобилография, одан кейін өзіміздің орта ол кәдімгідей қатты әсер етеді. Енді жалпы мен бір нәрсе айтайын деп отырмын, адамдардың көкейіндегі сұрақ көбісінің бойы десек те болады. Жалпы мүмкіндігі, енді осы подкаст сол үшін ғой енді бас. Мысалы мен деп айтайыншы, мен Асқар емеспін. Мейлі мен мектепте жүрген оқушымын, 11 сыныпты бітірейін деп, менде мүмкіндік аз, уақыт аз, ақша аз, немесе бір грузчикпін, бір жерде стройкада істеп жатырмын. Маған пошаговый не айтасыз жалпы? Мен келдім алдыңызға. Асқат мырза, менде мүмкіндік аз, ақшам аз, не істей аламын? Бетіне бір ұрам десең. Қалай істеймін? Вот не істеймін. Оян дейсің ғой. Жоқ, енді көбісі соны білмейді да. Жалпы көбісінің подкастын қарайсың, бір нәрсе алғысы келген адам ала алмайды ана жерден ше. То ананы айтады, то мынаны айтады, но адасады да адам. Но суть ол адам көргісі келген кезде ол жолды түсінгісі келеді. Мысалы сіз мысалы Абайға түсу керек қазір. Мысалы Аль-Фараби, Фурманова қалай екенін айтып бересіз. Қалай түсемін? Прямо барасыз, Базарбаеваға түсесіз, и төмен қарай все. Пошаговый путь дейсіз ғой. Сол енді маған не айтасыз? Жалпы мен айтқанда қалай айтсам екен? Мен 11 сыныпты бітірген отқан баламын. Солай елестетіңіз да енді. Маған не айтасыз? Хорошо, давай. Қандай шанс? Представим аватар вот. Да. Школьник, короче. Дастан менің есімім мысалы, да? Мистер Дастан деп қойды. Мистер Дастан. 11 сынып оқимын. Менде қазір курсымда алдында осы қашан? Так, 7-ші лекте 10 жастағы қыз болды. Құралай ханым болды. 10 жаста 4-ші класстың школьник. 4-ші класс оқиды. Оказывается, сол видео түсірген қызығады екен. Оның қолында, білмеймін, бір Oppo ма бір телефон болды. Oppo болды. Маған әпкесі шықты, жазып, осында мен, короче, сестренкам бар, оқыс қызығады, өзі таңдай оқыс келеді дейді. Бола ма дейді. Мен айттым, почему нет дедім, потому что бұл сала жас таңдамайды, реально сен 5-ші класс оқы, 6-ші класс оқы, сен студент бол, сен 45-тегі кісі бол, без разницы, любой адам бұл саланы үйрене алады. Ол навык қой, ол бір профессия емес, сен 4 жыл оқып алып керек емес, бұл қазір уақыттың қабілеті. Телефон қазір у каждого второго, не знаю, второй емес. Мысалы 10 адам болатын болса, 99 адамда телефон бар да қазір. Кішкентай балалар бар ғой. Оның ішіндегі там бірінші сыныпта. Оның 9-ның ішінде камерасы бар телефон, бұрынғы Nokia емес қой, мысалы біз бәрінде қазір 100%-ында бар ғой камера. 100% камера бар. Сол қыздың қолында 10 жастағы қыз, Құралай ханым, Android болды. Маған курсқа келді. Курсқа келген кезде кәдімгідей сестрасымен бірге келді. Сестрасы тоже жақта бөлек отырды, жақта оның кісі сабақ оқып жатты. Диплом алды, диплом жұмыс тапсырды. Қазір уже тоже телефон видео түсіріп, уже табыс тауып жатыр. 10 жастағы қыз. Сөйтті, одан оппасы болды, бірақ кейін уже сол өзінің алғашқы табысында уже сол сестрасы ақша қосып, үстінен жаңағы iPhone алып беріпті, iPhone 11 алып беріпті. Қазір қуанып тоже. Зато iPhone болып қалды десең. Иә, зато iPhone не істеп алды да. Одан бөлек осы жақында ғана 14 жастағы тоже бір кісі жазды. Маған жазылды, мамасы жазып берді. То есть мен осындай балам бар, 14 жаста оқуға бола ма, без проблем, келіп жіберіңіз дедім. Енді ол как раз январда болатын курсқа жазылып қойды 14 жастағы. То есть бұл сала реально жас таңдамайды. Есть желание, все, можно обучиться. Енді пошагово не істеуге болады? Курсқа тіркелесіз. Ол жерде біз полностью, там не важно, сен қазір айтуы мүмкін, ой, менде там телефон түсіргім келеді, бірақ мен қолымда Samsung. Или қолымда Huawei деп айтуы мүмкін, мысалы Android, iPhone болу міндетті ме айттым, жоқ. Реально, мен өзім қолымда алғаш рет телефон бастаған кезде бірінші 5S болды. Одан кейін iPhone 6 болды. Алғашқы видеоларымда iPhone 6-ға түсіріп бастадым. Содан кішкене ақша таптым да, уже мен ақша қосып
кредитқа iPhone XR алдым. Кішкене подзаработал, 3 айдың ішінде XR жауып тастадым, 330 мың алғам. Ақшатында жауып тастадым, одан кейін iPhone 11 Pro Max алдым. Одан кейін 12 Pro Max болды. Қазір менде iPhone 12 Pro Max. То есть бәрі бірден болмайды, но постепенно поэтапно келесің да сол салаға. Бірден iPhone кредит қалап, там 13 алып керек емес. Реально сен қолыңда қандай телефон бар? Иә, қолдағы бармен кел, біз саған үйретеміз. Ол жерде біз не важно қандай телефон, біз саған главное навык береміз, білім береміз. Түсіру техникасы бар, жарықты қоюы бар, дауыстарды дұрыс жазу, оны бояу, оны монтаждау, оның ішінде сен сценарий дайындау, оны сен стористе қалай сөйлейсің, клиентпен қалай сөйлесесің, соның барлығын біз пошагово үйретіп, уже в конце бір айдан кейін ана кісі уже совсем басқа адам болып шығады, прокачан болып шығады. Ол уже тек қана телефонға видео түсіру емес, уже ол реально сатылатын адам болып шығады да, сондай. Мысалы, қазір енді көбісі курс дегеннен қашады да бәрі ше. Курсты оқимын жарайды. Мен енді қалай жұмыс істеймін, мен сол туралы сіздердің енді айтасыздар ма? Жалпы курстарыңда проблема осыда болып тұр бәрінде ше. Сіздің курстың не үшін курсты заказ таппау мүмкін, ондайлар бар. Біздің курстың артықшылығы басқа курстардан біз ол жерде үй жұмысын береміз, потом диплом жұмыс береміз. Сол дипломды жұмысты кәдімгідей тиянақты істеген бүкіл заданиялар жасаған адамдарды арнайы соларға диплом береміз. Диплом алған үздік студенттерімізді бізде арнайы жабық чат бар. То есть курс біткеннен кейін, диплом тапсырғаннан кейін біз сол жабық чатқа оның кісіні қосамыз. Ол жерден тек қана Алматы емес, Қазақстанның басқа қалалары бойынша да заказдар келеді. То есть мысалы маған заказ күнде келеді, мен сол чатқа скрин қылып жіберіп тұрамын. Ол пока солай чатпен істеп жатырмыз. И жақын арада бізде өзіміздің Mobarmi деген приложениеміз бар. Mobarmi приложениеміз бар. Сол Mobarmi приложениенің ішінде бізде заказ алатын функция пайда болады. Мысалы ол қандай? Заказчик қазір уақытта Қазақстанда единый мобилоктарды іздейтін приложение жоқ. Мысалы машина іздейтін приложение бар, ол колеса. Колеса бар. Үй, квартира іздейтін, арендаға алатын квартира, ол крыша бар. Крыша бар, Найми бар. Иә, Найми KZ деген сияқтылар бар да, мысалы. Ал именно мобилоктарды, видеографтарды іздейтін общий бір приложение жоқ, оның базасы жоқ. Сол базаны біз қазір жасап жатырмыз. Google сияқты жасайын деп жатсыз ғой жаңағы. Иә. Тапсырыс беретін, тапсырыс алатын. Иә, біз мост жасаймыз. Мына жерде заказчик болады, мына жерде мобилограф болады. Осының арасын жалғастыратын біз осындай көпір жасап жатырмыз. Сол осы приложение арқылы біз уже студенттерімізді, үздік оқыған студенттеріміздің бәрін сол приложение базаға енгіземіз да, уже Қазақстанда любой қаласында кімге мобилог керек болатын болады, сразу соларға телефонына бүйтіп push уведомление келеді, осындай заказ шықты сенің қалаңнан деген сияқты. Басасын, если саған заказ ұнаса, бағасы устроит етсе, онда уже сол заказ ала беруге болады. То есть біз қазір уақыттағы мобилографтардың барлықтарын больдарын жабатын осындай функция жасап жатырмыз. Оны біз уже дайындап қойдық, приложение дайын тұр. Біз просто App Store-ға беріп қойдық, ол қазір модерация тұр. Бір аптаның ішінде, бір-екі аптаның ішінде ол уже дайын болады. Ол туралы мен тоже өзім стористарымда айтатын боламын дайын болған кезде. То есть бұл қазір дүние жүзіндегі мобилографтарға жұмыс тауып беретін алғашқы приложение. Бұл бұндай приложение негізі агрегатор дейді, ол Uber, Яндекс Такси, Volt деген сияқты не ғой приложение. Алғашқы ма сонда? Алғашқы, иә. Керемет. Ол алғашқы приложение. Біздің Қазақстанда жасайтын болса алғашқы нәрсені Қазақстан емес, ол бүкіл әлем бойынша алғашқы. Жалпы сіздер жасайтын болсаңыз деп жатқан ғой. Иә. Первый боламыз. Енді жалпы қорытындылап не айтасыз жалпы? Мобилограф болғысы келетіндерге, көрермендерге не айтасыз жалпы? Соны қорытындылап кетсеңіз, сонымен аяқтасақ. Енді егер де сіз бұл видеоны қазір көріп отырсаңыз, онда сіз бекерден бекер бұл видео келген жоқсың да. Өзі Құдай өзі алып келді, бір саған сигнал беріп тұр, уже кредиттерін там төлеу керек уақыт болып қалды, мысалы ше, там көп адамдар, мысалы мен өзім содан өттім да. Бәрі сондай, Каспиреттің тақалып қалды, айдың 20-сі болды, Каспирет тақалып, типа счет келеді ғой Каспиреттің. Мен өзімде болғанда Каспирет ше. Счет келеді. Вот типа 10 күн қалды, там төле деген сияқты болып ше. Біреу кредит алады, мысалы телевизор алған, мысалы біреу машина алған кредитқа, например, да. Біреу қарыз мысалы ше. Қазір көп деген адамдар реально қазір Қазақстанда білмеймін 99% адам қазір кредиті жоқ адам жоқ шығар мысалы ше. Менде өзім кредиттерім бар. Жасырмаймын. Жетсем жасырып, мен де төлеймін мысалы кредит айына. Сондай адамдар қысылып жүрсеңіздер, жұмыс таппай жүрсеңіздер, реально новый салаға келіңіздер. Бұл жерде біз сіздерге уже нөлден бастап, прямо с нуля мобилографияны полностью біз үйретеміз ол жерде. Профессиональный уровеньға дейін, одан кейін клип, кино түсіру уровеньға дейін үйретеміз. Клип, кино түсіретін уже басталады ғой уже. Соған дейін үйретеміз. Бізде осы жаңа жылдан кейін сол уже біздің курсымыз шығады. Cinematic деген курс шығады, Genesis деген курсымыз бар. Жалпы сол Cinematic жайлы айтып кетсеңіз, ол жерде біз егер де сіз мобилограф болсаңыз, немесе видеограф болсаңыз, какой-то біліміңіз бар, мобилографиядан түсіресіз, монтаж жасай аласыз, но бір потолок болды, кете салмайсың да, табысың, 200 мың аспайды немесе 100 мың аспайды немесе 500-600 мың деген аспайды. Қанша тырысасың, монтаж жасайсың, видео түсіресің, но
сен айлық табысың потолок 500 мың. Хочешь больше заработать, все, можешь снимать 90 болады. Ол жерде біз нөлден емес, уже сол определенно білімі бар адамдарға арнап синематик курсын жасап жатырмыз. Ол жерде біз тек қана практика істейміз, клип түсіреміз, әртүрлі әншілермен жұмыс жасаймыз, жаңағы блогерлармен жұмыс жасаймыз. Осының бәрін сол курсты үйретеміз. Ал егер сіз реально чайник болсаңыз, прямо ноль, мен вообще білмеймін, MyBlogging болсаңыз, онда бізде Genesis курсы бар, нөлден бастап проф уровеньге дейін үйретеміз сол жерде. Получается, синематикта... Специально біз екіге бөлдік аудиторияны, чтобы один и тот же человек қайтадан оқымау үшін. То есть біз екіге бөлдік. Бір адамдардың базасы бар, видео саласы бойынша, MyBlogging видео бойынша. Біреу вообще ноль. Ол мүмкін жаңағы бухгалтер или там бір таксист, не знаю, охранник. Енді келген адам ғой. Енді келген адамға бастаушыға және бастауыш және біз жалғастырушы, да? Жалғастырушы екіге бөліп қойдық. Аудиторияны екіге бөліп қойдық солайынан. То есть өзі қалаған қайсы өзі уровеньде тұр, сол уровень бойынша өзі оқып шығарды. Жалпы енді бүгін аяқтаймыз. Келгеніңізге рахмет, сұрақтарыңызға, жауаптарыңызға барлығына. Егер де сіздерде вообще не знаю, MyBlogging болсын или соған қатысты бір сұрақтар болса, немесе реально мүмкін сіз қиналып жатсаңыз, қазір ақша таба алмай, табысқа шыға алмай да, реально астына комментарий жазып кетіңіздер. Қандай сұрақ бар, именно MyBlogging сізде қандай проблема бар, қандай не қызықтырады, қандай сұрақ мазалайды, жазып кетіңіз. Біз келесі подкастымызды сол сұраққа жауап ретінде біз жазатын боламыз. Максимально активный болсаңыздар, бізде бұл подкастты жиі шығарып тұруға тырысамыз. Енді бұл жерде бізде мүмкін біз бүгін көп сөйлеп кеттік, или артық айтқан жерлеріміз бар шығар, например, бұл біздің алғашқы подкастымыз, сол үшін қобалжу бар. Қобалжу бар, мой первый подкаст, да, мысалы. Сол себептен енді білмеймін, мүмкін сіздің көкейіңізде тұрған сұраққа мен максимально жауап берген жоқ шығармын да, соған астына қойыңыз, біз келесі подкасттарда соған жауап беретін боламыз. Және де бұл телефонға түсірілген, алғашқы ма әлде әйтеуір, главное, что телефонға түсірілген подкаст болды. Анда және мұнда көріп тұрсыздар. Сол онда достар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сол каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Подписка дейсің ғой. Сол жалпы. Все, карточка сидит. Первый подкаст снят.